жумуштарын жасайтын боламыз. Бұл үшін бізге шекер, какао, краситель, жұмыртқа, кефир, ұн және май керек болады. Пісте май. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Шекерімізді аламыз. Және миксермен жай жылдамдығынан бастап қатты жылдамдығына дейін араластырып аламыз. Міне осылай 2 минуттай көпірткеннен кейін жұмыртқамыз ақ түске ене бастайды. Сол кезде уже тоқтата беруге болады. Енді оған кефирімізді саламыз. Енді ұнымызға құрғақ ингредиенттерімізді салып араластырып аламыз. Краситель, какао, және разрыхлитель. Енді осындай илектен өткізіп аламыз. Осындай түйіршіктер қалған кезінде қасықпен майдалап оларды да салып жіберу керек. Енді массамызды осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін пісте майын қосамыз. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін қалыпқа құямыз. Қамырымыз пісті, корждарымыз. Менде осындай 3 корж шықты. Енді бұлардың беттерін тегістеп кесетін боламын. Біздің корждарымыздың бәрі суыды, оны кесіп дайындап қойдық. Енді оған крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кез келген 33%-тен жоғары сливки керек болады. Ыдысымызға сливкиімізді құйып аламыз.